Мынандай теңдеулер жүйесінің шешімі x0, y0 болса, онда x0 қосу y0 өрнегінің мәні дейді. Енді не істейміз? Анықтама облысын жазып қойғанымыз жөн болады. X қосу y үлкен 0, x азайту y үлкен 0. Бір екі белгісіз, сол үшін ол теңсіздікті шешпей жай жазып қоямыз. Енді біз арамызда ережелерді қолданамыз. LG қосу болып екі логарифм бірдей болса, екеуі көбейеді. X қосу y, x минус y. Бұл бізде жаңағы бірақшы бұл жерде бүйтіп те ойлануға болады екен. Мынаның екі жағын логарифм дейік. Сонда мынау деген LG болады. Иә. Сонда ереже бойынша дәреже алдына түседі бүйтіп. 2 минус LG x азайту y. Осы алдына түседі да, мына жер LG 10 болады. Тең LG 25. Содан не болады? Содан былай болады ғой. LG 10 бірге тең. LG x азайту 4, ол 2 азайту LG 25-ке тең болады. Ал LG 2 дегенім LG 100 ғой. Сонда бұл LG 100 бөлу 25 болады да, бұл LG 4 болады. LG 4. Мынау Y, 4 деп ойлап қалмайық. Сонда бізде LG x минус 4, ол LG 4-ке тең деген сөз ғой. Сонда LG x азайту y, LG 4-ке тең деген сөз, мына екеуі қысқарып кетеді деген сөз ғой. Сонда LG x қосу y дегенім бірге тең деген сөз. Демек, x қосу y бізде 10-ға тең, өйткені 10-ның бір дәрежесі болады. Сонда D жауабы шығады. Анықтап осы қанағаттандырады. Мен x пен y таппадым. Мен жай есептің шартын орындадым. Осылай тез шығаруға болады.